Құрметті көрермен, Алматы қаласының тұрғындары және қала қонақтары, сіздер білесіздер, парламент қабырғасында тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заң күшіне еніп, ол қатаңдатылған. Енді осыған байланысты жалпы Алматы қаласындағы Әуезов аудандық полиция басқармасында 16 күндік акция жүріп жатыр. Яғни ол 25 қараша күні басталды, 10 желтоқсанға дейін созылады. Бұның мән мағынасы осы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-әрекеттерді белсенді түрде жаңағындай қалай айтсам екен, алдын алу, енді әрине жою деп айту қиынырақ, бірақ біз бұның алдын ала аламыз, түсіндірме жұмыстарын жүргізе аламыз. Сондай іс-шараны қазіргі уақытта Алматы қаласындағы Әуезов аудандық полиция қызметкерлері белсенді түрде жүргізуде. Яғни біз барлығымыз гендерлік тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсымыз, осыны айта жүруіміз керекпіз, және де айналамыздағы жандарға жақсы көзқараспен, жылы қабақпен қарасақ, барлығы болатынын айтқым келеді. Егер де сіз қандай да бір тұрмыстық зорлық-зомбылыққа тап болсаңыз, онда 150 немесе 102 нөміріне хабарласыңыздар, қорықпаңыздар. Заң сізді қорғайды, және де полиция қызметкерлері де қорғайтынын айтқым келеді.